Дәл осылай Чымкентте жүргенімізді видеоға түсіріп, мына жерде қызымызды ойнатып жүргенбіз енді. Осылай бір қызымды осылай сыртта ойнаттық, іші піспасын деп баламды да қалың киіндіріп сыртқа алып шықтық. Осындай домда тұрамыз. Сонымен жайлап ауыл жаққа қарап жолға шықтық. Мына жерде Сарыағашқа келгеніміз. Сонымен Қырдағы үйге келдік. Қырдағы үйде малға шөп беріп, малдар жайғастырдық. Бұл кешкі малға қарауымыз. Мына жерде жолдасым шөп сауатыр. Жолдасыма көмектестім. Мына жерде оны түсірдім. Мына жерде қызым мама деп маған жүгіріп келіп жатқаны. Біздің кішкентай мобилогур. Қазір осы қыздың өзі бізді видеоға түсіретін болады. Бағалап кетіңіздер енді осы кішкентай қыздың видеосын. Осылай ауыл мен қаланың тіршілігі. Бір Чымкентте, бір ауылда, қырда жүреміз, екі ортада. Жұмысымызға байланысты бірде бұлай, бірде бұлай. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Подписчиктің санын 1000-ға жеткізерек. Осындай қарапайым қазақи аудиторияны қолдайық. Қазірде жолдамыз енді жолда болған екен, даусымда өз басқаша шығып тұрған шығар. Осылай типа малға қарап, малдың шаруашылығы, малға, қойларға, сиырларға жем шөп беру басталып кеткен уже. Бұл жақта қар жоқ болғанымен аяз өтіп кетеді. Мына жерде үйде желең шыққам. Үй ыстық болғаннан кейін. Сондай болмаса, былайша бәрі жақсы, шүкір. Көмекшіміз бар қасымызда. Біз салсақ мен де салам деп кішкентай шөпті қолына ұстап алып жүреді. Қызық, бәрі қызық. Арасында жолдасым екеуміз енді қазыңдап, әзілдесіп ойнағандарымыз да бар. Міне кешкі қойларға шөп салып. Мынау есалаң менің жарымым. Жан-жарым деп жатырмын ғой. Жарым деген, жан-жарым деген емес па? Жүзі бірінші баса айттың, кейін оласы айттың ғой. Жоқ, дұрыс қой, жарым, сосын жан-жарым. Осылай күліп ойнап, бір-бірімізбен қалай тез мал жайғастырып сағамыз білмей қаламыз. Мына жерде менің қызым енді қозыларды жақсы көреді. Қозыларға барып қозыларды ұстайын десе, аналары сүзіп берейін деп тұрады. Содан қорқып қашып кетіп жүр. Жемдерін салып, ар жаққа көп қойға қосылып кетпеу үшін ортасында тұрдық біраз.